Қайырлы күн достар, сіздермен Аязжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерден кабачкеден осындай блины жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Мінекей жұмсақ өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен керекті заттарымызды әзірлеп аламыз. Бізге кабачки, жұмыртқа, ұн, сүт, тұз, қант, ас содасы қажет болады. Кабачкиімізді тазалап жуып, керек емес жерлерін кесіп, алып тастайтын боламыз. Және де майдалап тураймыз. Бізге блендер қажет болады. Егерде блендерларыңыз жоқ болса, үккіштен, теркадан өткізсеңіздер болады. Осылайша майдалап, төрт-бұрышты етіп турап алатын боламыз. Блендерға салып, үстінен жұмыртқамызды жарамыз. Блендерімізді төменгі скоростьтан бастап, осылайша езіп аламыз. Заттарымыздың мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Келесі кезекте сүтімізді және де дәміне қарай 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант саламыз. Кейін тағы блендерден айдап, алдын ала дайындалған ұнымызды және де жарты шай қасық ас содасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Рецепт ұнаған жағдайда менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей біздің сұйық массамыз дайын болды. Енді осы уақытта газге табамызды қыздырып қоятын боламыз. Табаға май жақсаңыздар да болады. Егерде асты жабыспайтын болса, жақпасаңыздар да болады. Жайлап, ақырындап алып, келесі бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Осылайша кезекпен барлығын пісіріп аламыз. Осы рецептпен 13-14 блинчик шығатын болады. Таңғы асқа немесе кешкі асқа ұсынсаңыздар болады. Қаймақпен немесе түрлі начинкамен ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға. Мінекей жұқа өте дәмді болып шықты. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеле кетіңіздер.